Мұғалімнің мәртебесін көтеру үшін ең алдымен еңбек ақысын арттыру керек. Бүгін Шымкентке арнайы жұмыс сапармен келген Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары осылай деді. Қаладағы білім саласының жайымен танысқан сенатор Дархан Сатыбалды мен Нұрлан Бекназаров Сәуле шағын ауданындағы нөмірі 129 мектепте болды. Сондағы оқушылар үшін жасалған жағдаймен танысып, елдегі жаңашылдыққа мұндағы мектептердің қалай ілесіп жатқанына көз жеткізді. 2017 жылы пайдалануға берілген бұл білім ошағы 1200 орындық, бірақ қазір мектепте 1500 оқушы білім алуда. Оқушылардың сапалы білім алу үшін мұнда асхана, спортзал, кітапхана, шеберхана мен пәндерге лайықталып арнайы жабдықталған бөлмелер бар. Оқушылардың қауіпсіздігі үшін мектепте бейнебақылау камералар орнатылған. Білім ұясына қадам басқан сенаторлар олардың қалай жұмыс істейтінін бақылап, сынып бөлмелерін аралап көрді. Әр мектеп қазір материалдық техникалық базасын өздері жасауға тырысады. Сен министрлікте істейміз ғой, қаржы департаментінде. Қазір жан басына қаржыландыруға Шымкент мектептерді бөліп көшеді. Сентябрьден бастап. Сол кезде әр балаға қаржы келген кезде материалдық техникалық база жақсарады. Сондай-ақ осы сапары кезінде сенаторлар қалалық білім басқармасының басшысынан шаһардағы мектеп мәселесі туралы да сұрады. Өз кезегінде Ақерке Абылайхан қазір Шымкентте 19 мектептің үш ауысымда бала оқытып жатқанын жеткізді. Демографиялық өсімге байланысты орын алған жайттарға назар аударған депутаттар, егер жергілікті билік мектеп салатын жерді реттеп берсе, мемлекет тарапынан қолдау болатынын баяндады. Ол жерде жер мәселесі проблема ғой қалада. Мен өзім істеген кейін оны жақсы білем. Ол жерде оның мемлекеттік мұқтаждығына алынады. Одан кейін жобасын жасайды, жобасын республикаға жіберсе, біз ол жерден ат салысып оны бөлдіріп тұрамыз. Үш ауысымды мектептер мәселесін шешуге болатынын жеткізген сенаторлар сондай-ақ алдағы уақытта Шымкентке білім саласын жетілдіру үшін республикалық бюджеттен 30 миллиард теңге бөлінетінін жеткізді. Мақсұт Жарылқасан, Абай Құралбаев, Гүлмаржан Молдадос, Тұран Ньюс.